Баршаңызға сәлем, біз қазір сіздермен менің ас үйімдегі көмекшім компаньонмен етті бәліш дайындайтын боламыз, өте жылдам, әрі тез. Бірінші кезекте біз қамырын дайындаймыз. Қамыр илейтін насадканы орналастырамын, сүтті құямын, жұмсақ сары майды саламын, қамыр қопсытқыш, яғни разрыхлитель, ұнды саламын. Бір жұмыртқа қосамын. Қақпағын жауып, компаньонды қосамын. Араластыру режимін таңдаймын. 6 деген скоростьқа қоямын. Қараңыздар, осылай қамырды өте жұмсақ, кәдімгідей июін қандырып, осылай илеп берді. Начинкасын осы Molinex-тің ыдысында дайындаймыз. Ол үшін майдалайтын насадканы қоямын. Ет пен пиязды бірден салдым. Қосып, фаршымыз әдем болып шықты. Енді қазір бұған картошканы саламын. Мінекей етті түсіріп алдым. Енді қазанды қайта орнына қоямын. Сұйық май құямыз. Өзі автоматты түрде араластырып қуыратын насадкасын қоямын. Майды қыздырдым, фаршты саламын. Дәмдеуіштер қосамыз. Қарабұрыш, кориандр, паприка және тұз қостым. Енді қамырды осылай пласт етіп жайып алдым. Трафарет жасап алдық. 8 деген сан. 2-8-ді қиып алдық. Фаршты бір келкі салып, 8 формасында формалап шығамыз. Екінші қамырмен бетін жабамыз. Осылай өрмемен шетін өрнектеді. Қалған кішкене қамырдан плунжердің көмегімен гүлді кесіп аламыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Пирогымызды сәндеп шықты. Аздап көкнәрді септік. Ауасы шығу үшін қамырды тесеміз. 200 градус қызған пеште 15-20 минут пісіреміз. Бәліш піскенше осы кітапшаның ішіндегі жидекті, морсты дайындайтын боламыз. Қазанның сыйымдылығы 4,5 литр. Қақпағын жауып, біз қазір суды қайнатып аламыз. Міне біздің суымыз қайнады. Кез келген жидекті қосамыз. Таңқурай қосамын. Қантымызды саламыз. Қақпағын жауып, 100 градуста 10 минут қайнатамыз. Дәмді бәлішіміз және морсымыз дайын болды. Сіздерді көктемнің алғашқы мерекесі, біздің төл мерекеміз 8 наурыз мейрамдарыңызбен шын жүректен Molinex компаниясымен бірге құттықтаймыз.